Сәлем достар, біз бүгін осындай двойка тігетін боламыз. Бұл двойка ішінде женсіз көйлек, сыртында рубашка. Осындай мына мата өте қатты ұнады маған, жаз мезгіліне күшті екен. Міне кнопкамен қатайттық. Негізі менде клиент ілгек алуды ұмытып кетіпті, сондықтан менде кнопка болғасын кнопкамен қатайттым. Сіздер енді ілгек салғандарыңыз жақсырақ. Женінде міне осындай рубашка болады. Мойнына стойка воротник салдық. Стойка воротникті мен бөлек ссылка салып қоямын описанияға. Сол жерден қарасаңыздар болады. Достар, каналға тіркелуді ұмытпаймыз. Лайк басып, комментарий жазуды да ұмытпаймыз. Ал біз бастаймыз. Мен енді матаны өтектемедім. Жалқаулығым ұстап қалды. Негізі өтектеу керек. Өтектеп алыңыздар. Иығын өлшейміз. Иығын өлшеп екіге бөлеміз. Бізде иық 19 сантиметр. Оған тігіске 1 сантиметр қосып 20 сантиметрді белгілейміз. Мойын ойындысына 9 сантиметр, төменге қарай 2,5 сантиметр. Бізде үстінде тұрған мата артқы бой, астындағы мата, как всегда, менің каналымда болсаңыздар, мен астына қоямын. Міне 9-10 сантиметрге дейін белгілесеңіз болады астынан. Сосын осылай бірге қиып тастасаңыз болады, отдельно қисаңыз болады. Міне алдын сосын оя қоясыздар осылай. Енді қазір біз проймаға ойланыңыздар. Мен где-то 25 сантиметр беріп жатырмын проймаға. Егер үлкен размер болса, тағы да түсіресіз. Кіттай размер болса, көтерілесіз деген сияқты. Енді кеудемізді өлшеп аламыз. Бізде кеудеміз 97 сантиметр. 97 сантиметрді 4-ке бөлесіздер. Сол кезде 24-ті 25 шығады. 25 десеңіз болады. Округлять етіп 25 десек, осылай белгілеп аласыз. Пройма бізде 25 сантиметр болды. Жоғарғы жақтан 3 сантиметр түсеміз. Иықтың линиясын сызамыз. Міне. Енді қазір біз прибавка қосамыз. Бізде 25 сантиметр болса, 2 сантиметр на свободу, плюс еще тігіске қосамыз. 2 сантиметр прибавка. Биссектриса бізде 3 сантиметр. Сосын пройманы кішкене шығарайын деп тұрмын. Иықтың дәл түсемес, кішкене иықтан түсіп тұрады. Где-то 5 сантиметрге түсіріп жатырмын. Себебі бізде былай желмен немен рубашканы істеген кезде қолымыз ашылып кетпес үшін ыңғайлы. Сосын мына пройманы да кішкене осылай кендеу болып бетіп шығыңқы қылып жатырмын. Негізі ішке қарай кіргізсеңіздер де болады. Өз қалауларыңызша өзгертіп ала қоясыздар. Міне 3 сантиметр болды. Жоғары иық бізде 19 сантиметр болды. Сонымен міне проймамызды сыздық. Ішке қарай кіргізсеңіздер де болады. Қарайсыздар, мен әдейі өзіме ыңғайлы болу үшін, өзіме дегенде енді клиентке ыңғайлы болу үшін осылай жасап тұрмын. 42-41 сантиметр белгілейміз. Белімізге дейінгі биіктікті белгілейміз. Бізде мына жерде 27-28 сантиметр. Сол кеудедегі линияны сызамыз, дәл сол размерде. Осылай, сосын тігінен біріктіріп аламыз, осылай. Сосын ішке қарай кішкене жинақы қылғым келіп тұр. 2 сантиметр кіргіземін. Белгіленген жерден 2 сантиметр кіргізгім келіп тұр. Осылай ішке қарай. Сразу трапеция жасасаңыздар болады. Мен белден трапеция жасап жатырмын. Қарайсыздар енді. Етегі бізде 43-42 сондай 43-42 сантиметр болып тұр. Етегінің 4-ке бөлінгендегісі. Енді осы шетінен жаңағы беліміздегі нүктеге дейін трапеция сызамыз. Осылай. Міне осы белдің нүктесіне осылай қоса қоямыз трапеция қылып. Міне выкройкамыз дайын болды. Енді қазір қиып аламыз. Осылай арты мен алдын бірге қиып ала береміз.
Енді қазір кішкене алдыңғы пройманы кішкене оямыз. Бізде алдымыз кішкене ойыңқы болады ғой, артына қарағанда. Соны қазір кішкене ой жібереміз осылай дайындап. Қалғанын енді біріктіріп етегіне дейін қиямыз. Міне дайын болды бізде. Ішіндегі көйлегіміз дайын болды. Осындай женсіз болады. Тек иығы кішкене ғана сүңкі 5 сантиметрге. Себебі қол көрініп қалмас үшін бұл бізге қажет болады. Енді міне біз осылай мойын ойындысын оверлоктап, тек қайырып тігіп тастадық. Пройманы да солай жасадық. Жанынан міне оверлокпен бір тігіп, етегін де қайырып тастадық. Осылай тігіп тастайсыздар. Енді біз қазір сыртындағы рубашкасын пішетін боламыз. Бұл бізде 4 слой мата. Ұзындығы 70-75 сантиметр примерно. 4 слой матамыз дайын біздің алды мен артына. Достар, каналға жазылуды ұмытпаймыз. Пайдалы болып жатса, жылы-жылы пікірлеріңізді білдіріп отырыңыздар. Енді басынан аяқ көрсетіп жатырмын. Үйренесіздер деген ойдамын. Енді жаңағы біздің иығымыздың ұзындығы бізде 19 сантиметр болды. Бұл енді стойка воротник салатын болғасын кішкене кемдеу боламыз мойнын. Где-то 8 сантиметрге. Сосын төменге қарай 2,5 сантиметр түсеміз. Мен линейканың несі 2,5, сондықтан бірден 2,5 белгілемей, бірден белгілей қойдым осылай. Артқы бойдың сызамыз. Сосын алдыңғы бой бізде астында жатыр. Астыңғы мата бізде алдыңғы бой. Алдыңғы бойға где-то 7-8 сантиметр берсеңіздер болады. Төменге қарай түсу үшін. Қарайсыздар енді әркімнің әртүрлі ғой, мойын ойындысы. Мойынының несі әртүрлі, сондықтан минимально сол 8 сантиметр, 9 сантиметр где-то сондай болады. Міне енді төменге қарай 3 сантиметрімізді түсеміз. Қосамыз міне. Енді пройманға где-то мен 23 сантиметр беремін. Проймаға 23 сантиметр. Міне белгілеп алдық. Енді жаңағы мысалы біздің кеуде айналымыз 97 сантиметр болса, 14-ке бөлесіз, 24-ті 25 шығады. Округлять етіп 25 деп аламыз, Сол 25 сантиметрімізді осы сгибқа қойып, міне 25 сантиметрімізді осылай сызып белгілеп аламыз. Енді бұл сыртында тұратын болғандықтан мен прибавка 4 сантиметр беріп жатырмын. Енді кендеу болсын деген ойда. Может, меркі барысында қарадық, нормально. Мен осылай басында көп бердім де, сосын, если что, кемітіп тастайым дедім, бірақ меркі барысында нормально болып шықты. Кендеу болғыларыңыз келсе бере беріңіздер. Осылай міне тігінен тік сызамыз, міне жаңағы шетінен. Енді қазір пройманы сызатын боламыз. Біз жаңағы бисектрица бізде 3 сантиметр болады арт жағынан. Міне 3 сантиметріміз дайын. Где-то пройманың қақ ортасынан бізде қазір где-то 18-19 сантиметр, 9 сантиметрді белгіледік та, 0,5 сантиметр, 0,5-0,7 жарайды. 0,5 қылсаңыздар да болады. Міне осылай пройманы сызып аламыз, осы нүктелерді біріктіріп. Арты бізде дайын болды. Енді қазір мен жаңа алдындағы планкасын отдельно тіген ба деп ойлап едім. Оны мен
бірге жасап жіберем деп бірге жасап жібергім келіп тұр бірден, солай оңайырақ болады. Міне 4 сантиметр береміз. Планкеге 4 сантиметр бересіздер. Міне 4 сантиметрді жаңағы сгибтан өлшеп осылай белгілеп аламыз. Алдыңғы бой, алдыңғы бойға алдына ілгек я кнопка түсу керек. Ілгек салғандарыңыз жақсырақ. Соған біз 4 сантиметр осылай шығыңқы қыламыз. Артқы бойдан қарағанда 4 сантиметрге алдыңғы бой осылай шығыңқы болады. Міне дәл осылай қоясыздар. 4 сантиметрді белгілеп алып, сол 4 сантиметрге артқы бойдың сгибін қоясыздар. Міне дәл осылай. Енді міне кішкене мойын жағында разница болды. Сол разницаны осылай белгілеп аламыз. Жаңағы 4 сантиметрге дейін тік кесесіздерді. 4 сантиметрге дейін тік кесіп, одан ары қарай осылай мойын-мойындысын келтіріп, доғалдау қылып қиып аласыздар. Міне до конца кетті ровно. Енді иығын бірдей қылып қиып аламыз. Пройма тоже бірдей қылып қиып аламыз. Қазір алдын өзгертетін жері бар, соны өзгертеміз. Міне енді сіздер өздеріңіздің ширина груди өлшейсіздер. Ширина груди қанша, соны екіге бөліп аласыздар. Міне 4 сантиметрді белгілеген жерден бастап өлшейсіздер. Ана шетіндегі планкеге арналған 4 сантиметрді есептемейсіздер. Міне бізде 10 екіге бөліп аламыз, ширина грудиді. Мен қазір ұмытып тұрмын. 18 сантиметр болса, егер ширина грудиді өлшейсіз, оны екіге бөлесіз, 18 сантиметр шықты, 1 сантиметр тігіске қосып, 19 сантиметрді белгілеп тұрмын. Мына жерде сосын осылай ойыңқырап алдыңғы жағын осылай сыза қоясыздар. Пройманы міне дайын болды. Енді міне алдын қиып тастаймыз. Алды ашылады ғой енді. Сосын 18 сантиметр жоғарғы жағына 18 сантиметрді белгілейміз. Мен алдын етектерін кішкене осылай доғал қылғым келіп тұр. Доғалдау қылып жасайсыздар, осылай сызып аласыздар. Қаншалықты қалайсыздар, соншалықты жасайсыздар. Әртүрлі қылып істеуге болады. Міне осылай. Міне. Осылай енді қалауларыңызша жасайсыздар ғой. Енді міне выкройкамыз дайын болды. Енді мына жерге біз қазір тігуге дайындауымыз керек. Осылай қайырылып ішке осылай 2 сантиметрлік планкасы шығады. Біз 4 сантиметрді 2 сантиметрлік планка үшін қидық. Менде міне осындай акат рукава сызылып алған. Бұл менің өзімдікі. Мен енді кішкене қазір өзгертемін. Себебі менің тігіп атқан размер 48 размер. Осындай акат рукава шығаруды мен каналыма салып қойдым. Әртүрлі размерге шығаруға болады. Сол жерге барып ссылкасын салып қоям. Сол жерге кіріңіздер, описанияда болады. Бізде міне жиыны 23 сантиметр екен. Мен жан-жағынан 3 сантиметр оңға, 3 сантиметр солға. Қаласаңыздар побольше берсеңіздер болады. Менде міне 58 сантиметр екен ұзындығы. Енді кішкене қолы ұзындау мен клиент бізде. Сондықтан кішкене 2 сантиметр түсірдім. Міне өлшеп алыңыз. Қолының несі келе ма, келмей ма, кішкене 1 сантиметр шығарып атырмын. Себебі 48 размер 1 сантиметрден оң жағынан да сол жағынан да шығарып, осы женіне қарай сызығын сызамыз белгілеген жерге дейін. Осындай бір лекала жасап алсаңыздар, түрлі размерге шығара қоюға болады. Міне дайын болды. Алдыңғы жағын алды деп белгілеп қоямыз шатаспас үшін. Ол маңызды. Алды мен артын шатастырып алуға болмайды. Қолымыз дұрыс шықпай қалады. Осылай қиып аламыз. Енді мына акат рукаваны өлшейміз.
осылай сантиметровый лентаны қойып осылай өлшейсіздер. Проймамен сәйкес келу керек. Міне пройманы да өлшеп аласыздар. Осылай қимас бұрын өлшеп келтіріп алыңыздар. Егер менде кішкене жетпей тұр, мен сондықтан жоғары қарай кішкене көтеріп жатырмын 1 сантиметрге. Сіздер де осылай егер келмей тұрса жоғары қарай көтере қоясыздар. Сосын өлшеп келгенге дейін келтіріп қиып ала қоясыздар. Кішкене шығарып, өйстіп өлшеп пройманың өлшегенімізбен акат келу керек. Акат даже кішкене 1-2 сантиметрге үлкендеу болу керек негізі. Осылай қиып алдым. Артқы жағына да алдым белгілеп аламыз. Міндетті түрде шатасуға болмайды бұл жерден. Енді манжетін тігеміз. Қиып аламыз. Мен 26 сантиметр алып тұрмын. Биіктігі 8 сантиметр. Тігісімен бәрімен 26, 8 сантиметр. 26-да 8 сантиметр. Енді теріс жағын белгілеп дублеринге дайындаймыз. Осы теріс жағына қазір дублерин жабыстырамыз. Дублериніміз дайын. Планкеге планкымыз 4 сантиметрлік планка болса, дублеринді 5 сантиметр қылып дайындайсыздар. Өйстіп шетінен 1 сантиметрді белгілеп аласыздар да, осылай қайырып, белгіленген жерден қайырып өтектеп аласыздар. Жақсылап, міндетті түрде онсыз қазір тігілмейді. Міне өтектеп алдық, төменге 1 сантиметрді қайырып, енді 2 сантиметрді белгілеп аламыз. Себебі өйстіп 2 сантиметр болып ішіне қарай қайырылу керек. Міне өтектелген жерден, бүктелген жерден 2 сантиметрді белгілейміз. Сосын осылай инемен қадап аласыздар. Көктеп алсаңыздар да болады. Инемен қадап, артынан көктеп аласыздар. Өйстіп осылай қайырылады. Міне біздің 2 сантиметрлік планкамыз осылай шығады. Шетіне дейін инемен қадап көктеп алсаңыздар болады. Міне біздің 2 сантиметрлік планкамыз дайын тұр. Міне 2 сантиметр қылып тігіп шығамыз. Прямострочный машинкамен басынан аяқ. Міне тігіп шықтық. Енді жақсылап өтектеп, шетінен тағы да бір тігіс жүргіземіз. Міне тігісіміздің бәрі дайын болды. Енді мынау етек жағын кішкене алдым. Артынан кем қылғым келіп тұр. Где-то 5 сантиметрге көтеріп жатырмын. Больше берсеңіздер де болады. Міне осындай болып кішкене алды, көтеріңкі болып тұрады артына қарағанда. Енді где-то 3 сантиметрді осылай белгілеп, астыңғы жағынан 3 сантиметр. Бұл қалауларыңызша, қаласаңыздар жасайсыздар, қаламасаңыздар жасамасаңыздар да болады. Осылай тігіп шығасыздар. Прямострочный машинкамен осындай тігіс жүргізіп шығамыз. Басынан екінші жағына дейін бүткіл етегіне. Міне осылай. Сосын осылай 1 сантиметр жеткізбей кесіп, шашақ жасаймыз. Сосын жіптерін шығарып, осылай шашақ жасаймыз. Міне тартып, жіптерін шеттерінен алып тастап. Енді бұл өздеріңіз білесіздер, жасасаңыздар да болады, жасамасаңыздар да болады. Енді қазір біраз рукаваны тігеміз. Рукава бізде төменнен 8 сантиметрді белгілейміз. 8 сантиметрден жоғары тағы да бір 5 сантиметр, 6 сантиметр белгілейміз. Астыңғысына да осылай бірге өткізе қоямыз. Ол бізде қазір міне мынау үшін керек бізде. Міне жоғарғы белгіленген жерге дейін екеуін бірге қосып оверлоктайсыз. Содан тоқтаған жерден екеуін екі жаққа айырып, осылай оверлоктап шығасыз. Сосын міне прямострочный машинка мына екінші астыңғы белгіленген жерден закрепкісімен осылай тігіледі. Сосын былай қайырылып тігілу керек. Міне қайырылып тігіп алдық. Міне осындай болып тұрады. Ішінен міне осындай болып тұрады. Жақсылап өтектеп аласыздар. Енді қазір проймаға акат рукава отырғызамыз рукаваны. Міне бізде рукава теріс қарап, оң қарап тұрады. Онымен жаңағы алды мен артын шатастырып алмаймыз. Негізгі тігілетін зат бізде сол қарап тұрады. Ішіне осылай саласыздар. Тігісті артқа қарай қайырып, инемен
қадап аласыздар да барлық пройманы осылай инемен отырғызып шығасыздар. Көктесеңіздер де болады. Бұл жерде ешқандай сборка шықпау керек. Дайындап алдық. Енді айналдырып тігіп шығамыз оверлокпен. Міне тігіп шықтық. Жеңіміз дайын болды. Енді қазір манжетін отырғызатын боламыз. Манжетті міне дайындап алдық. Өтектеп, жан-жағын тігіп, мына шетінен осылай инемен қадаймыз. Барлығын осылай жақсылап қадап аламыз, екі шетін. Сосын мына артығын қалай десем екен, бүрме жасап жібересіз. Бүрме дейм екен, бұны складка ма? Осылай міне қалай көрсетілді, солай жасаңыз. Артқы жағына қарай түсу керек. Егер сіз жаңағы білезігі жағына побольше жасасаңыз, менде біреу-ақ шықты, екеуін, үшеуін де шығаруға болады. Енді міне мойнына стойка воротник жасауымыз керек. Осылай барлығын планкасы, иығы барлығы дайын болғаннан кейін тігіледі. Ол стойка воротник осылай бүктеп өлшеп аласыздар. Мойын айналымын өлшеп аласыздар да. Менде стойка воротник тоже отдельно салып қойдым. Мен алдын ала қалай тігілу керек, қалай өлшеу керек барлығы каналда бар, описаниеде.